достар, мен бүгін сіздерге тауарды сатып алу, оптом сатып алу, магазин таңдау, бағасын қою туралы түсіндіретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Мысалға, мен қазір бір тауар таңдайын, мына балалар киімін таңдадым. Қарасаңыздар, астында екі баға тұр. 45-те 5 юан және 25-те 8 юан. Біз қашанда арзандау бағаға қараймыз. Себебі сайт оптом жұмыс жасайтындықтан адамдарды бізге автоматын тауып береді. Сонда біз товарды оптом сатып алғандай есептелеміз. 25-те 8 юанның үстінен басамын. Басқаннан кейін осы жерде түсін таңдаймын. Көк түсі жоқ, қарап тұрсаңыздар, ақ түсін таңдаймын. Размер 80-90 размерлер жоқ, 100 размер таңдайын. Астында баға шықты 44-те 5 юан. Кейде бастапқы бетте арзанырақ баға тұруы мүмкін. Бұл сайттың клиенттерді тарту әдісі болып табылады. Осы астындағы сеніктің үстінен басамын оплатаға өту үшін. Менде Каспи картам тіркеліп дайын тұр. Бұл жерде тағы да басқа баға шықты 45-те 80 юан. Яғни банктың комиссиясы қосылып тұр. Қызылды басып, оплата жасап, товарды сатып аламыз. Картаны тіркеу туралы жеке сабақ болады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеле кетіңіз. Теңгеге аудару үшін осы 45-те 80 юанды 65-ке көбейтеміз. Жалпы оплата жасаған кезде автоматты түрде өзі ұсталып алынатын болады. Енді осы товардан бірнешеу алу үшін төбесінде көрсеңіздер цифрлар тұр, соны көбейтеміз. Осы ақ түсінен 100 размерден маған үшеу қажет. Үшеуді белгіледім. Енді қызыл түсінен 110 размерден керек. Таңдадым. Қызыл түсін 110 размерді таңдадым. Тағы біреу қостым. Менде ақ түсінен үшеу, қызыл түсінен бір товар таңдалды. Барлығы 169-да бір юанға шықты. Пендода сайтында корзина жоқ, бірақ та осы таңдалған товарларды бір уақытта оплата жасау үшін біз избранныйға саламыз. Ол үшін астындағы жүрекшені басамыз. Міне товарларымыз избранныйға, яғни біздіңше корзинаға салынды. Енді товар таңдаған кезде сапасын анықтау үшін міндетті түрде отзывтарға қараймыз, фотоларына, магазин рейтингісін қарап шығамыз. Қарап тұрсаңыздар, бұл товарға 136 отзыв жазылған екен. Отзывтар саны көп болған сайын товардың сапасы да жақсы деген сөз. Негізінен 1000-3000 отзывқа ден болса, ол өте сапалы товарды білдіреді. Фотолары, размерлерімен қандай сатып алды, барлығы көрсетілген. Тап транслейт немесе Google переводчик арқылы отзывтарды перевод жасап қарап шықсаңыздар болады. Ең астында тағы да отзывтар көрсетілген. Бұл магазиннің барлық товарларына жазылған отзывтар. Астыңғы жағында магазиннің атауы барлығы көрсетілген. Рейтингісі 4,5 жұлдыз. Жалпы 4,5-5 жұлдыз ол товарлары сапалы деген мағынаны білдіреді. Осы магазинге кіреміз. Егерде бірнеше товар бір уақытта складқа жеткенін қаласаңыз, онда бір магазиннен таңдап алсаңыз дұрыс болады. Мен қазір осы магазиннен басқа да товарларды таңдаймын. Мына двойканы таңдайын. Розовый түсін таңдадым. 80 размерді қойдым. Избранныйға салдым. Лайк бастым яғни. Енді осы магазиннен мына двойканы таңдаймын. 100 размер таңдадым. Қоңыр түсін таңдайым. Лайк бастым. Яғни корзинаға салдым. Осылай таңдап шыққанбыз. Шыққаннан кейін жеке кабинетке өтеміз. Жеке кабинетте корзинаға, яғни избранныйға өтеміз. Жүрекшенің үстінен басамыз. Міне, біз таңдаған товарлар шығып тұр. Қоңыр түсінен 100 размер біреу. Осыны таңдаймыз. Екінші двойканы таңдаймыз. Үшінші 4 киім таңдап алған болатынбыз. Осылардың барлығын таңдап шықтық. Астындағы сенікке өтеміз. 256-да 4 юан шығып тұр. Жандағы қызылды басып оплатаға көшеміз.
Бардығы 256 да 4 ұян. Тағы да қызылды басамыз. Басқан кезде осылай жалпы суммасы шығып тұр. 264-те 9 ұянға шықты. Қызылды басып, оплата жасап, осы барлық товарды сатып аламыз.